Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін әдебиеттік оқу сабағының 98-ші сабағын орындайтын боламыз. Ғажайыптар еліне саяхат. Мұғалімнің көмегімен мәтіннің құрылымын анықтаймын, кейіпкердің іс-әрекетін бағалаймын, түрлі шығармашылық жұмыс дайындаймын. Енді есіңе түсір, бұл заттардың қиял ғажайып ертегі кейіпкерлерімен қандай байланысы бар? Міне, сиқырлы көзілдірік десек болады, ұшқыш кілем деген де бар. Сиқырлы қауырсын, сиқырлы етік, ол қиял ғажайып ертегілермен байланысты, иә? Жақсы. Мысалы, фантастикалық шығармалардағы кейіпкерлердің ерекшеліктерін ата. Фантастикалық шығармадағы кейіпкерлер, олар ұшатын болады, немесе мысалы балық адам деген бар. Алтын балық бар тілектерді орындайтын. Балық адам деген ол су астында өмір сүретін адамды айтамыз, иә? Жақсы. Енді Рудольф Эрих Распе. Бұл жазушы әрі геолог. Ганновер қаласында дүниеге келген жазушы Мюнхгаузеннің хикаялары туындысымен дүние жүзі оқырмандарына таныс екен. Енді мәтін келесі түсініп оқы. Айға алғашқы сапар. Қандай қызық тақырып, иә балалар? Түркияда тамыры топыраққа тисе болды, сонау зеңгір көкке дейін өрмелеп, тез өсетін бақша өсімдігі бар еді. Бұл түрік бұршағы. Сол бұршақты тауып алып, дереу топыраққа тамырын тигізіп едім, көз алдымда қаулап алды да кетті. Әлгі өлермен өсімдік өршелене зымырап өсті де, бір күні тура айға жетті. «Ура!» деп айға салдым да, әлгімен өрмелеп көкке шыға бастадым. Айға барған соң балтамды оңайлықпен таба алмадым. Ай да, балта да күміс түстес. Күміс үстінде жатқан күміс көріне қоймайды екен. Тентіреп жүріп, әйтеуір балтамды шіріген сабанның үстінен тауып алдым. Балтаны дереу белбеуіме қыстыра салып, жерге түспекші болдым. Бұршақтың сабағын күн күйдіріп жіберсе керек, қолым тигенде-ақ қаудырап шашылып түсті. Есім шыққан сонша еңіреп жылап жібере жаздадым. Не істеу керек? Не айла бар? Жерге жетпей айда қалып қойғаным ба? Қалайша мен өмір бақи адыра қалған айда қалып қоймақпын? Жоқ, ол болмас. Жерге жету керек. Әлгі шіріген сабаннан арқан еспек болдым. Бұл не деген қырсық десеңші, ескен арқаным онша ұзын болмады. Қысқа да болса, сол арқанмен ептеп жерге түсе бастадым. Бір қолымда балта, бір қолыммен сырғып түсіп келемін. Бір кезде арқан таусылды да, мен жер мен көктің арасында салбырап тұрдым да қалдым. Кейіпкер не ойлап табуы мүмкін, балалар, ойлаңдаршы. Жүрегім тас төбеме шықты, бірақ көкең былқ еткен жоқ. Арқанның төменгі ұшынан мықтап ұстап тұрып, балтамен арқанның бас жағынан кесіп алдым. Сосын арқанның бас жағын өзім мықтап ұстап тұрған аяқ жағына байладым. Осылай жерге түсуге амал таптым. Алайда жерге дейін ит өлген жер еді. Ертеден қара кешке дейін арқанның басын кесіп алып, аяғына жалғаумен күн өтті. Өлдім, талдым дегенде қаланың үйлері көрінетін тұсқа жеттім-ау. Жерге дейін шамасы 4-5 шақырымдай-ақ қалған болу керек. Бір кезде өлді деген осы. Арқаным бұрт етіп үзілді де кетті. Соншама екпін, соншама салмақпен гүрс ете түскенімде жерге жарты шақырым кіріп кетіппін. Есімді жисам, таңертең шұңқырда жатырмын. Ал енді бұл зынданнан қалай шығу керек? Күн ұзаққа дәм татпай, қалай шығудың жолын ойладым. Оны да таптым. Тырнағыммен шұқылап отырып, текше жасадым да, сол текшемен жүгіріп жер бетіне шықтым. Бұл Мюнхгаузен көкең өлмейді. Бұны аудар.
Жақсы балалар, келесі мәтіннің кез келген бөлігін әрі қарай жалғастырып әңгімеле. Оқиғаның басталуы. Оқиға бізде қалай басталды? Бұршақты табу. Яғни ол түрік бұршағын тауып алды. Оқиғаның дамуы. Оқиғаның дамуы айға жету. Айға өрмелеп жаңағы бұршақпен жетуі. Оқиғаның шиеленісуі. Сол жердегі қорыққаны және қорқып отырып ол тапқырлығы. Арқан есіп арқанмен түсуі. Оқиғаның шарықтау шегі. Арқанның үзілуі. Жаңағы арқанның үзіліп құлауы. Және соңғы аяқталу оқиғаның жерге аман есен жетуі. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі, оқиғаның ең күлдіргі сәттері қай бөлігінде? Оқиғаның ең қорқынышты сәттері қай бөлігінде дейді. Енді бізде оқиғаның ең күлкілі сәтін табуымыз керек. Міне, оқиғаның ең күлкілі сәті міне. Әлгі өлермен өсімдік өршелене зымырап өсті де бір күні тура айға жетті. Ура деп айғай салдым да әлгімен өрмелеп көкке шыға бастадым дейді. Айға барған соң балтамды оңайлықпен таба алмадым. Міне осы жерде бұл оқиғаның күлкілі жері болады. Ал оқиғаның қорқынышты жері қай жерде бізде? Қорқынышты жері міне мынау. Жүрегім тас төбеме шықты деп. Жүрегім тас төбеме шықты деген бұл қорқып кеттім деген сөз. Бірақ көкең былқ еткенді жоқ дейді. Арқанның төменгі ұшынан деп өзі тапқырлығымен тауып алды.